ғой. Осы жақтан барғанда олар христиан дінін білмеген, олар тәңірге сенген. Ол уақытта ол жерде католический жағында дін бар. Бұлар мынау Азиядан келген халық, бұлар бізді құртады, жауынгер халық, бұларды біз қайткенде де өзінің дініне өткізу. Сөйтіп, оларды 11-ші ғасырларда, 13-11-ші ғасырларда оларды жаңағы христиан діндікке кіргізді. Сол кезде мәжбүр болды. Патша, Иштван патша деген бар. Оның баласына Италияның бір Ватиканда білмеймін біреудің әйтеуір католиктің бір қызын алып береді. Сөйтіп оларды католичествоға кіргізеді. Солай амалсыздан кіреді, кірмесе болмайды. Олар бүйтіп айтады: біздер тәңірге сенген халық, Мажардың жерін отан тапқанда, Карпат тауларынан өтіп Дунайдың жағалауына барып қоныс тепкенде, жаңағы сол жердегі өмірімізде біз өзімізде дейді, мынандай бір ыдысқа баланы суға түсіреді ғой, мысалы баланы жуындырады. Сол жуындырғанда баланы жуындырып болғаннан кейін суды төгеді ғой. Біз дейді, ол сумен бірге баламызды төгіп тастадық дейді. Сондай жағдайға келдік, біз бірден жаңа католик болып кетті. Онан кейін көп кешікпей бір-екі ғасырда қыпшақтар барды. Жаңағы сіздің өзіңіз айтып отырған Шыңғыс ханның кезінде. Олар барғанда, олар туыс халық екенін бірін-бірі жақсы қарсы алды. Бірақ 4-ші Бела патша ол кімді қыпшақтарды өзіне жауынгер халық, өздеріне өте көп еркіндік берген, ең жақсы жерлерді берген, олар еркін жүретін, киіз үймен, атқа шабатын, сондай халық болғандықтан жерлердің жақсысын алып алған, жақсысын берген. Ол және патшаның әскери қорғаушылары болған. Оны жаңағы сол жердегі мажарлардың енді әлгі ақсүйектер бар ғой. Енді олар, неге олар? 2 ғасыр ішінде олар да басқа халық болып кетті. Өзіміз орыс 70 жылдың ішінде өзіміз орыс болып кеттік. Сол сияқты олар айтқан, олар тіпті мына патша өзіне өте жақындап кетті. Енді біз мынай болмайды екен деп сол жаңағы Көтен хан келген уақытта, сол уақытта бұлар оның қай жерде Атиланың оның бұрын сол Көтен ханның уақытында қай жерде екенін білмейді. Келгенде бір өзіміздің қыпшақтардың ішінен біреулер сатып жібереді. Ондайлар болады ғой. Сөйтіп жеңіліп қалады. Сонан кейін қыпшақтар өздерінің олар да діннен айырылады. Діннен айырылмаса, қыпшақтың жаңағы королевский ең басқаратын корольдар дей ма? Сол корольдар, солардың Кун Ласло деген бар. Кун Ласло деген, Кун Ласло ол қыпшақтан туған ұл. Оның шешесі Эржебет, енді солар ат қойған ғой, христиандық атын берген, бірақ қыпшақтың қызы. Соны жаңағы 4-ші Бела өзінің баласына алып берген. Неге десеңіз, мына қыпшақтар әскерлер ғой. Сол мажарлар тиісе бергеннен кейін өзінің баласына қыпшақтың қызын алып, туыс қылып, бірақ олар қайтып өлгенде жаңа бала кішкентай 7 жасар бала шешесі басқарып сөйтіп отырған. Баланы 27 жасына дейін бала патша болып келген. Оның артында енді уәзірлері, көмекшілері елді басқарып келген. Бірақ 27 жасында баланы ол Кун Ласло ол атқа мініп, қымыз ішіп, мына католиктің қызын алып берсе де, оны алмай, алып берген ресми түрде католик қылайын деп. Бірақ оған бармай, өзінің қыпшақтарына кетіп қалады екен. Не бойынша, аңыз бойынша айтады, өзінің қыпшақ сүйгені болған екен. Апай деген жер, әртүрлі жерлер бар. Сонда оның Кун Ласлоның демалатын, қыпшақтарға барып қымыз ішіп, киіз үйде жататын жерлері бар екен. Оны жаңағы нелер айтады, мына бүйтіп жүре берсе, біз Европа болмаймыз, құрып кетеміз, католик кетеді. Мына Азиядан келген көшпелі халық бізді қалай құртады деп, ол кезде мына паптардың, католиктардың не ғой? Олар өте сұм ғой. Олар сөйтіп мына жігітті жас кезінен өлтірді. 27 жасында өліп кетеді. Содан кейін басталады енді қыпшақ пен мажардың арасындағы қайшылықтар.